Қайырлы кеш болсын баршамызға. Астана, сіздермен Акымжан автоинструктор. Біз практикалық емтиханға дайындалып жатырмыз. Қазір рөл тізгінінде Али оқушымыз. Ертең бізде емтихан, соған дайындық барысындамыз. Біз спецзонаның копиясы автодромдамыз. Профи Астана деген автодром. Осы автодром спецзонаның дәлме-дәл көшірмесі. Біз алдымызда тұрған қазір 20 деген знак, ол бізде бірінші жаттығу старт. Бұл жаттығуда сіз жақындап келіп, стоп линия көрінбей қалғанша жүресіз. Көрінбей қалған кезде тоқтайсыз. Тоқтайсыз. Сосын сізге экзаменатор баста деп айтады, немесе мониторыңызда баста деп, начинай деп жаңа команда түседі. Сол кезде сіз солға поворотник қосып, полный өткен кезде өшіру керексіз. Сосын анау боковой айнадан артқы дөңгелегіңіз өткен кезде конусты или линияны, сонда поворотнигіңізді өшіресіз. Енді біз қазір жаттығу барысында бүкіл уақытты және бүкіл штрафной балдарды есептеп отыратын боламыз. Сосын ручникті қараймыз. Ручник көтеріліп тұрса, түсіресіз. Давайте ручникті түсіре салыңыз. Сосын боковой айналарыңыздан не көру керексіз? Артқы дөңгелектер көрінетіндей болу керек. Сол үшін астыға до конца настройка жасап тастау керек. Все, біздің машинамыз қосылып тұр. Экзаменде машина қосылып тұрады. Ол деген сөз, мына жерде стрелка 0-ден жоғары 1-дің қасында тұрса, машинаңыз қосылып оталып тұр деген сөз. Енді қазір баста деп айтам, уақыт қосам. Бастаңыз. Солға поворотник қосылды. Артқы дөңгелекті боковой айнадан қарап отырамыз. Конустан өтті ма? Ол деген сөз. Линияны өтті деген сөз, поворотникті өшіреміз. Сосын бағдаршамға мән беріп қараймыз. Бағдаршамыз қызыл жанып тұрса, как раз кішкене скорость қостыңыз, бірақ 20-дан асыруға болмайды. Жасыл жанып тұр, как раз біз бірінші светофорға өтіп кетеміз. Сосын бұрылып тоқтау керек болады. Бізде не үшін? Пешеход үшін. Алдымыз пешеходты баспау керек, артымыз стоп линиядан шығу керек. Дұрыс. Артымыз егер стоп линиядан шықпай қалса, минус 25 балл. Егер алдымыз пешеход басып кетсе, тоже минус 25 балл. Қолға бұрылып. Жолақтарды басып кетуге болмайды. Егер сары жолақтарды басып кетсеңіз, минус 25 балл. Алды қарай жүре беріңіз. Қазір бос тұраққа барып қоямыз. Бұл жер бос емес екен. Тоже бос емес, екіншісі. Емтиханда негізі екі-ақ парковка болады. Біріншісі осылай кіреді, екіншісі бүйтіп айналып кіреді. Қазір бізде екіншісі бос екен, барып, мына жерден солға бұрылып, екіншісіне барып қояйық. Қазір парковкаға кіретін кезде 2 минутқа таймер қосам. 2 минутта жасап шығу керек парковканы. Парковкамызды осылай. Таймер қостым 2 минутқа. 2 минуттан асып кетсе, минус 15 балл береді. Кірген соң осылай сол жақ айнамызға қарап, машинаны сол жаққа қарай жақындатып, сосын қауіпсіздік белдігін ақ немен теңестіреміз, полосамен. Ақ полоса ол жерде ненің рөлін ойнап жатыр? Бордюрдің, Сосын рөлді оңға до конца бұрып. Айнаның ұшын, сол жақ айнаның ұшын ана жердегі бұрышпен теңестіресіз. Вот осылай. Міне, получается айнаның ұшы и жердегі бұрыш. Сонымен теңесті. Енді рөлді солға до конца бұрамыз. Екі айнамызға кезек-кезек қарап, аварийка қосып, R-ға сағылып, реверсқа, парковкаға кіргіземіз машинаны. Көлігіміз дәл экзамендағыдай. Бұл көліктің маркасы Chevrolet Travon. Chevrolet Travonнан 2 болады экзаменда. И сразу біліп алыңыз, қай жаққа жақын екеніңіз. Мысалы, мына жерде кішкентай расстояние, сары мен машинаның денесінің арасы. Ал мына жақта көп расстояние. Значит, сіз парковканың ішінде мына жаққа жақын тұрса, соны біліп алыңыз, шыққан кезде керек болады. Енді
артқа жүре бересіз. Артқа дөңгелегіңіз нені басқанша? ақ сызықты басқанша. Басты ма? Басса қарап жіберейік. Иә, дұрыс басты. Енді аварийканы сөндіресіз. Д-ға саласыз. 3-ке дейін санайсыз. Д-ға салынған салынбаған мына жерден көрсек болады, иә. 3-ке дейін санайсыз. Сөйтіп парковкадан шығып кету керексіз. Біздің телефонымыз шыңғырлап кетті. Ол дегеніміз 2 минуттан асып кетті деген сөз. 2 минуттан асып кетсе, -15 балл береді. Бұл задний парковкада 2 минуттан асып кетсе, ештеме етпейді негіз. -15 баллды аласыз, зато сіз асығып жүріп істегеніңізде бірдемені бұзып алатын едіңіз. Лучше асықпай, -15 баллды алып кете берсеңіз болады. Шыққан кезде осылай. Мына жақта помеха справа бар. Артқы баламыз сары линия басып отыр ма, басып отқан жоқ па, қараймыз. Сосын осы жерден бір тоқтап жіберіңіз. Мына жақ жарайды, басып жатқан жоқ. А мына жақ, осы жақ мысалға тоқтап тұрып терезені ашып қарауға бола ма? Терезені ашып қараңыз. Емтиханда бұған запрет бермейді. Басып жатқан жоқ, жақсы. Сосын мына жақтан алып кетесіз солға. Мына жақта машина жоқ. Жүре беріңіз. Тоқтап тұрып бұрып алыңыз. Поворотник қосылып тұр. Жүре беріңіз. Линияны басқан жоқ па? Жақсы. Сосын жүре береміз. Біз осы отырған отырысымызда уже 5 минут өтіп кетіпті. Бүкіл емтиханның өтіп шығуына 20 минут береді. 20 минуттан асып кетсе, -100 балл береді. Ол дегеніміз қайта тапсыруға жібереді сізді. Негізі 20 минут былай жетеді негіз. Қорықпай, жай, спокойно айдап шыққанға жетеді. Мысалға қазір 2 машина алдымызда тұрып қалды. Біз Бағдаршамға келіп қалдық. Бағдаршам қазір жасыл жанды. Бұл 2 машина өтіп үлгереді да, ал әлі сіз өтіп үлгермейсіз. Сол себептен осы жерде тұра тұрыңыз. Осылар өтіп кетеді, біз лучше екінші светофорға барайық. То сіз қазір барып өте алмай қалсаңыз, сізге -100 береді. Өйткені светофордың өтуіне 20 секунд беріледі. 20 секундтан асып кетіп, сіз өте алмай қалып кетсеңіз, -100 балл беріледі. Қызыл жанып тұр, дұрыс. Тоқтаймыз. Жасыл жанды. Знак бойынша біз прямо кету керекпіз. Сосын мына жақта оңға бұрыламыз. Мынау Змейкаға кіретін жол, иә? Змейкаға кірмейсіз. Астана қаласында Змейканы алып тастады. Бірақ жолы ашық тұрады. Кіре берісінде сары полосамен сызып болған. Сары полосаны басып кіріп кетсеңіз, -25 балл. Алдымызда оңға бұрылыс, иә? Поворотникпен, как положено. Оңға бұрылғанда ең жақсы бір лайфхактар сол жағына жақын жүру керек, иә? Чтобы мына жақтағы линияны басып кетпес үшін сол жағына жақын жүрсеңіз дұрыс болады. Тағы да оңға бұрылыс бізде. Мына осы екіншісінде уже поворотник қоспадыңыз ғой, -5 балл береді олар. Уже сізде -5 балл. Жаңа задний парковкада 2 минутқа үлгермеген үшін -15 балл. Бірінші мына поворотта сол оңға поворотник қоспаған үшін -5 балл. Уже 20 балл сізде шотыңызда. Дұрыс, осылай алыстан тоқтап қаласыз. Чтобы сіз екінші светофорға бару керексіз. Қызылға. Жүре беріңіз. И дұрыстап тоқтайсыз барып. Бағдаршамыз жасыл жанғанда біз прямо кетеміз, иә? Прямо кеткен соң бізде бұл грузовой парковкалардың қатары, иә? Сіздің парковкаңыз арғы беті, иә? Ар жақ.
сол үшін сіз бүкіл жүк көлігіне арналған парковканы өтіп кетіп айналып бүйтіп ар жағына барасыз.